Ассалаумағалейкум, құрметті достар, айналайын, жандарым, боталарым, жақындарым. Арнаға жазылайықшы. Қызыл подписаться деген түймені тық еткізіп бассаңдар, жазыласыңдар да кетесіңдер. Ол маған үлкен көмек, қолдау, маған мотивация. Ендеше кеттік, арнаға жазылайық, видеоларға лайк басайық, комментарий жазайық. Ендеше видеоның тақырыбын айтайын. Бүгінгі видеода сіздерге TikTokта мына бәле болып жатқан Ханата деген жайлы, сол жайлы өзімнің ойымды, пікірімді айтатын боламын. Ендеше біз бастаймыз. Кеттік. Сонымен видеомызды бастайық. Мен алдыңғы видеоларда нағыз хайпажор, нағыз оңбаған адамдар жайлы айттым. Мен оларды малға теңедім, ешекке теңедім, басқа да түрлі жануарларға теңедім. Бірақ мен ол жерде өте қателеспін. Міне нағыз мал, ешек, сүмелек, малғұн. Айтпайтын сөз айттырады ғой. Міне нағыз малғұн. Иә достар, тура осындай контентпен, тура осындай ағыммен TikTokта осындай қорқынышты адамдар көбейіп барады. Неге? Ендеше видеоның соңына дейін көріңіздер. Айтайық. Иә, сіз ойлаған мөлдір, сіз ойлаған байзақова, сіз ойлаған қара қатын, сіз ойлаған Шырын Нарчаева. Бұлардың қасында бұл оңбаған жай ғана мал болып қалады. Біздерді араластырмасау! Малды теңмесем, мал ренжиді ғой Құдай. Бұрындары шешінген қыздар жайлы өте қатты намыстанатын едік. Ендігі кезекте осындай таза малғындар дүниеге келіп жатыр екен, TikTokқа келіп жатыр екен. Енді бұндай адамдардың бар болғаннан кейін TikTokты қалай жамандамайсың? Ол жерде тура осындай контентпен, тура осындай сөздермен, тура осындай видеолармен қаптап жүрген осы адамды көре тұра қалай TikTokты жамандамайсың? Бірақ білем, TikToктың бұл жерде қатысы жоқ. Бұл жерде TikToктың бұндай адамдарды бірден рекке шығарып, бірден дамытатын, бірден рейтинг беретінін сосы өте қатты қорқытады. Өйткені дәл осындай видеолармен, дәл осындай контенттермен біздің қазақтар деградацияға баспен кіріп жатыр. Бұл осы TikToктың бірден бір себебі деп ойлаймын, өйткені бұл жерде бірден даму оңай. Иә достар, көп біздің имамдар айтады, ойбай, біздікілер орамал тағу керек, бүйту керек, қыздар сөйту керек, ана еркектер ондай болмау керек, мынандай болмау керек. Ағалар, көкелер, яқтар, қазақтар деградацияға баспен кіріп жатыр. Сіздер әлі орамал жайлы, еркектер жайлы уағыздар айтасыздар, солар жайлы пікір айтасыздар. Көкелер, осындай адамдар түзеу керек қой ендігі. Осындай адамдар бар кезде біз ешқашан дамимыз деп ойламаймын. Бұл адам қалай көтерілді? Бұл адам бірінші немене каналын білесіздер ғой, бұрынғы Сәлем Social'дың бағдарламасы. Сол жердегі Қайрош деген актердің, яғни досы, соған өлең жазып беруші, монтажер ма, бірдеңке, сондай бір жақындық ыстығы бар. Бұл адам сол өлеңдерімен танылды. Білесіздер ғой, Хан Досаев деген адам, осы адам діккім дейді. Сол өлеңдерді айтатын адам осы адам. Бұл адам басында көптеген хайптар жасаған екен, өйткені бұлай ақтардым, тексердім, өткен өмірін көрдім. 2 жыл бұрын бұл адам жаңалыққа шықты, яғни осындай видеомен жаңалыққа шыққан, мына жерде көре аласыздар. Бұл адам осы видеосы арқылы Қазақстанда жол жоқ екен, Қазақстан дамымаған екенін көрсеткісі келген, бірақ бұлардан түк шықпаған. Ендігі кезекте одан кейін өлеңдер жазған, неше түрлі ұятсыз өлеңдер жазған, одан да көтерілмеген. Ендігі кезек мен пайғамбармын деп шыға келуі.
Мен пайғамбармын деп шығуымның себебі ол хайп үшін, рейтинг үшін, ақша үшін және танымалдылық үшін. Тіпті не айтарын білмеймін. Қалай ол пайғамбармын деп жай ғана айта салады? Осындай сөздермен қалай ол пайғамбармын деп айтады? Боқтамайын десең, боқтатады осындайлар. Nope. Достар, бұндай видеоларды сіздің інілеріңіз көруі мүмкін, немесе мені үлкендер көріп жатса, балаларыңыз көруі мүмкін. Абайлаңыздар. Бұндай видеоларды көрген бала ойлайды, бірден ойлайды. Мен де ойлаған басында, мынандай жасасам тез дамимын ғой, бүйтемін ғой, сөйтемін ғой деп. Бірақ бұлардан түк шықпайтынын сездім. Өйткені мен өтпелі кезеңнен жақсы өттім ба, өтпедім білмеймін, бірақ дәл осындай қылықтарды қойдым мен. Абайлау керек. Қазіргі кезде сіздердің балаларыңыз, менмен жасты балалар, миы осындайға келет, жетет, басы істейді қазіргілердің. Бірақ тез даму үшін, тез рейтинг жинау үшін, тез көтерілу үшін, тез танымалдыққа ие болу үшін дәл осындай видеолар түсіре береді. Және осындай адамдар оларға мотивация бере беретін болады, және солардан кейін бір күні балаңыз жарылып дәл осындай видеолар түсіру мүмкін. Достар, бізге қазіргі кезде мен ойымша интернет полициясы керек деп ойлаймын, өйткені дәл осындай видеоларға, дәл осындай заттарға, контенттерге жалып беретін. Бұрындары Авадикус көптеген видеолар шығарады тұғын. Ол кезде енді танымал болып келетқан блогер тұғын. Және сол сәттен біреулер оның каналына страйк берді, біреулер оның каналына жауып тастады. Қақашоу, абайлаңдар. Сол Қақашоу адамдары дәл осы Авадикустың 1 миллион жинаған просмотрын, 1 миллион жинаған видеосын өшіргізіп тастады. Дәл сондай интернет полициясы бізге керек. Өйткені дәл осындай контенттерді, дәл осындай видеоларды біздің қазақтар адамдар сала берсе, біз ешқашан ел болмаймыз. Біз ешқашан бұндай видеолармен, бұндай контент бердің, бұндай адамдар бар кезде ешқашан ел болмаймыз. Біз жамандадық, Боратты жамандадық, оны малға теңгедік. Бораттардың қасында бұл түк емес қой. Бораттан да бетерін істеп отыр ғой біздікілер. Білемін, көптеген адамдар, Боратты қоя беш болды, ол өзінікін істеді, анау-мынау деу мүмкін. Олай айтатын адамдар мен үшін намыссыз адамдар деп ойлаймын, өйткені Борат бізді қаншалықты таптады, қаншалықты даттады. Және біздің адамдар Бораттан өткенін істеп жатыр. Достар, бүгінгі блог осымен аяқталады. Сау саламатта болыңыздар.